Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім. Бүгін сіздермен тауық еті және брокколи қосылған бәріш дайындаймыз. Ол үшін 400 грамм ұнға 1 шай қасық қопсытқыш қант қосамыз. Жарты шай қасық тұз және 150 грамм сары майды қосып, ұнтақ жасаймыз. Жасалған ұнтаққа 150 грамм қаймақ, 1 жұмыртқа салып, нан илейміз. Дайын қамырды орап, тоңазытқышқа қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Оған пиязды, тауық етін, сарымсақты турап аламыз. Алдын ала қайнап тұрған суға тұз салып, брокколиді 4 минут қайнатамыз. Қызып тұрған майға пиязды салып, сарғайғанша қуырамыз. Брокколиміз пісті, енді оны суық суға саламыз. Тауық етін салып, шалап пісіріп аламыз. Шамамен 3-4 минут пісіреміз. Дәмдеуіштерді саламыз. Сарымсақты, хмели сунели, қызыл ащы бұрыш, қара бұрыш, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосамыз. Сұйықтығын дайындаймыз. Оған бізге 3 жұмыртқа, 200 грамм қаймақ, дәміне қарай тұз, 1 ас қасық ұн саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жаңағы қуырылған тауыққа шамамен 100-150 грамм ірімшікті, сұйықтықты құйып, араластырып қоямыз. Қамырды алып, дөңгелектеп жаямыз. Формаға салып түзейміз. Қамырдың ішіне салмасын саламыз. Сұйықтық қосылған тауықты, брокколиді, 1 туралған қызанақты, қалған ірімшікті саламыз. Шамамен 200 градуста 40 минут қызарғанша пісіреміз. Мінекей, біздің бәрішіміз дайын болды. Кешкі, түскі асқа керемет дәмді тамақ болады екен. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыз.